Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бөлім атауы атақты тұлғалар. Балалар, алдарыңдағы тұрған жұмбақтың шешуін тауып, бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтаңдар. Жұмбақ, білімнің нәрін тереді, балаға тәлім береді. Білімнің жол басшысы, шәкірттің қол басшысы. Кім деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Әрине, мұғалім. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш ұстаз. Сабақтың мақсаты баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құрылған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну. Сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге назар аударыңдар. Әңгімелер, рассказы, жазушы, писатель, аудармашы, переводчик, жеке, личные. Тағы да қайталайық. Әңгімелер, жазушы, аудармашы, жеке. Сіз білесіз бе, Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз, ғалым, ақын, жазушы және аудармашы. Тұңғыш қазақ балаларына арнап мектеп ашқан адам. Қазақ балаларына арналған оқулықтар, шығармалар жазған. Қостанай облысында туылған. Қостанай облысы Арқалық қаласында мемориалдық музейі бар. Алан, Абай ата сияқты атақты тұлғалар бар ма? Әрине бар, Дана. Бүгін тағы бір атақты тұлғамен танысамыз. Бұл қазақтың тұңғыш ағартушысы, ұстазы Ыбырай Алтынсарин. Аға, ағартушы деген кім? Ағартушы балаларға білім беріп, оқытумен айналысатын адам. Ол кісі елімізде алғаш мектеп ашқан адам. Алан, Ыбырай ата мектепті қай қалада ашты? Торғай қаласында ашты. Ыбырай атамыздың білімге шақыратын «Кел балалар оқылық» деген өлеңі бар. Мен бұл жазуды мектебіміздің маңдайшасынан көргенмін. Дұрыс айтасың, Дана. Ыбырай атамыздың өлең жолы мектебіміздің маңдайшасында жазылып тұр. Алан, Зияттан Ыбырай атамыз туралы қосымша ақпарат сұрайықшы. Дұрыс айтасың. Біз білмейтін нәрсе әлі көп. Сәлем, Зият. Бізге Ыбырай Алтынсарин туралы айтып берші. Сәлем, достар. Ыбырай Алтынсарин туралы менің айтарым көп. Ыбырай Алтынсарин жазушы, ағартушы, ұстаз. Ыбырайды атасы Балғожа тәрбиелеген. Ол 9 жасында орыс қазақ мектебіне барып, оны өте жақсы аяқтайды. Оқуын аяқтаған соң, мұғалім болып жұмыс істейді, мектеп ашады. Балаларға арналған қазақ хрестоматиясы оқулығын жазады. Оқулыққа өзінің өлеңдері мен шағын әңгімелерін, мысалдарын енгізеді. Рахмет, Зият. Біз көп ақпарат білдік. Оқысаңдар, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Алан, Ыбырай ата қандай тамаша адам болған? Ол балаларға арнап мектеп ашып, оқулықтар жазыпты. Дұрыс айтасың, Дана. Ыбырай Алтынсарин ұлы тұлға. Ал балалар, тыңдалым тапсырмасы бойынша адасқан сөздерді тауып оқыңдар. Ұстаз, Ыбырай, тұңғыш, Алтынсарин. Балаларға Ыбырай ашқан мектеп алғаш. Бұл жерде сөйлемдер орын тәртібі сақталмай жазылған. Тапсырманы орындап болсаңдар, өздеріңді дұрыс жауаппен тексеріңдер. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ыбырай балаларға арнап алғаш мектеп ашты.
Ол мектепке 9 жасында барды. Балаларға арнап әңгіме жазған. Ал балалар, жазылым тапсырмасын дәптерлеріңе орындаңдар. Төмендегі тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрастыр. Тірек сөздер: Ыбырай Алтынсарин, оның, балаларға ашқан, ол, ұстаз, әңгіме, мектеп, дара. Ал балалар, бүгінгі сабақта Ыбырай Алтынсарин туралы не білдіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ол қазақ балаларына арнап мектептер ашқан. Қазақ балаларына арнап ертегілер, өлеңдер, мысалдар жазған. Қазақ хрестоматиясы оқулығын шығарған. Қазақ балаларының білім алуына үлкен күш жұмсаған ұлы тұлға, дара ұстаз екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.